Алла Тағала Құранда айтады: "Астаизу биллахи минаш шайтанир ражим. Васари'у иля магфиратин мин раббикум ва джаннатин ардуха ас-самавату вал ард уиддат лил муттақин." Сендер Раббыларыңның мағфиратына қарай асығыңдар. Яғни Раббыларыңның сендердің күнәларыңды кешіруін тілеңдер. Алла Тағаланың мағфиратына қарай сендер жүгіріңдер дейді Алла Тағала. Сонымен бірге жәннатты айтады. Және жәннатқа қарай асығыңдар, жәннатқа қарай жүгіріңдер. Жәннатқа қарай әрекет жасаңдар. Ол қандай жәннат? Ардуха ас-самавату вал ард. Енінің өзі ұзындық емес, енінің өзі аспандар мен 7 қабат аспан бар ғой бізде. 7 қабат аспан мен жерді қамтитын жәннат. Ал ұзындығын болса да оны өлшеп біте алмаймын. Уиддат лил муттақин. Кімдерге дайындалған ол жәннат? Тақуаларға. Тақуалық біз әрбір сабағымызда, әрбір уағызымызда ескертіп айтып отырамыз, жамағатқа естен шықпасын деп. Тақуалық Алла Тағаланың бұйырған орындап, тыйым салғаннан тыйылу. Алла Тағала нені парыз етті, уәжіп етті, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннат етті, соларды орындап, харамнан, мәкрухтен тыйылу. Тақуалық осы. Тақуалық деген жаңа бір дүниеден безіп кету, немесе басқа да артығымен түрлі ғибадаттарды жасау, олай емес. Тақуалық сіз парызды орындап, харамнан сақтанып жүрсіз ба, сол сіздің нағыз тақуалық. Сол тақуалық еткендер үшін Алла Тағала енінің өзі аспандар мен жерді қамтып өзіне сыйдырып алатын жәннатты дайындаған. Алла Тағала бәрімізге де сол жәннатты нәсіп етсін. Сахл бин Саад радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабаларының бірі, айтады: "Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам қал." Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай деген еді: "Ла ядхулуннал джанната мин уммати 70,000 ау 700,000 мутамасикуна ахизун бa'духум би бa'д." Менің үмбетімнен 70,000 немесе 700,000 адам жәннатқа кіреді. Жәннатқа кіріп жатқан уақытта олар бір-бірінің жанынан қалмайды дейді. Себебі ол Алла Тағаланың тақуа, Алла Тағаланың сондай бойсынушы құлдары ғой ол. Жанашыр құлдары үмбетке, өзінің бауырына бір-бірін тастамайды, бір-бірін ұстап алады дейді. Ахизун бa'духум би бa'д. Бір-біріне неғылған берік ұстап алған, қалып кетпей дегендей. Егер сіз бір бауырыңызға қатты жанашыр болатын болсаңыз, сондай жаныңыздағы досыңызға қатты жанашыр болатын болсаңыз, әрдайым оны неғыласыз? Жаңағы бір қауіп-қатерден сақтауға тырысып, ол жаңағы бір жақсылыққа қарай бара жатқан болсаңыздар, ол қалып кетпесін дегендей ниетпен әрдайым оны қарайлап жүресіз. Сол секілді бұл 70,000 немесе 700,000 дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бір-бірінің жанынан қалмайды дейді. Ла ядхулу аввалухум хатта ядхула ахирухум. Ең соңғысы келе жатқан кірмегенше біріншісі кірмейді дейді. Демек бәрі бірге келеді деген сөз. Келеді, алдымен біраз келеді, бірақ соңғысы кірмегенше алғашқы келгені кірмейді. Вужухухум аля суратил қамар лейлатал бадр. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жәннатқа кірген уақытта, сол жәннатқа кіретін Алла Тағаланың сүйікті пендесі қандай бейнеде болады, соны түсіндіріп жатыр. Олардың жүздері, ай толады ғой, 14 күндік, 15 күндік, 13 күндік ай толып сондай бір керемет болып тұрады. Бір хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жүзін сахабалар сол жаңағы толық айға, толған айға теңеген. 14 күндік ай секілді болатын пайғамбарымыздың жүзі деп, саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз ең көрікті, ең әдемі адам болған пайғамбарымыз. Юсуф алейхиссаламнан да әдемі керек болса.
Жәннатқа кіріп атқан құлдары, Алла тағаланың жаңағы бір-бірінің жанына қалмай, жүздері сол жаңағы 14 күндік толған айдай жарқырап кіреді. Хадисті имам Әл-Бұхари және имам Муслим риуаят еткен. Яғни бұл бауырыңа қарайласу, бауырыңда әрдайым жақсылық істерді жаныңнан тастамай, өзіңе жақсы көргенді оған да жақсы көру жәннатқа кіретін пенделердің сипаты. Естеріңізде болсын. Пайғамбарымыз бір хадистерде айтады ғой: "Ахибба ли ахика ма тухиббуху ли нафсик." Сен бауырыңа өзіңе не жақсы көрсең, соны жақсы көр дейді. "Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббуху ли нафсих." деп екінші бір хадистерде айтады. Өзінің бауырына өзіне жақсы көрген нәрсені жақсы көрмегенше адамның иманы кәміл болмайды. Сендердің қайсы бірің болса да имандарың кәміл болмайды. Бұл хадисті имам Әл-Бұхари, имам Муслим риуаят еткен. Осы мағынада келесі хадис. Қандай кейіпте, қандай бейнеде болады жәннатқа кіріп жатқанда момын мұсылмандар. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады: "Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям." Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Инна аувала зумратин ядхулуна аль-джанната аля суратил қамари лейлатал бадр." Яғни бұл ана 70 мың, 700 мың емес, бұл басқа топ. Бұл басқа топ. Ең бірінші жәннатқа кіретін топ. Инна аувала зумратин ядхулуна аль-джанната аля суратил қамари лейлатал бадр. Ең бірінші жәннатқа кіретін топ қиямет күні. Жүздері толған айдай жарқырап, сондай әдемі көркем болып кіреді. وَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً. Одан кейін кіретін топ дейді. Мынау аспанда ең қатты жарқырап тұратын жұлдыз қай жұлдыз? Шолпан жұлдыз ба? Сол шолпан жұлдыз секілді аспанда жарқырап тұратын, сондай болып жарқырап кіреді. Одан кейінгі топ. Бірақ ең бірінші кіретін топ кәдімгі толған айдай жарқырап кіреді дейді. Жүздері. Енді олардың сипаттарын, оларға қатысты кейбір ерекше қасиеттерді пайғамбарымыз айтады. Ла ябулун. Олар кіші дәрет сындырмайды дейді. Кіші дәретке бармайды. Уәлә ятағауатун. Және үлкен дәретке де бармайды дейді. Уәлә ямтахитун. Және мұрындарын сіңбірмейді. Себебі неге? Ондай нәрсе жоқ оларда. Уәлә ятфилуна амшатухумуз захаб. Және түкірмейді. Себебі неге? Оның барлығы адамды белгілі бір деңгейде жеркендіретін қалдық нәрселер адамнан шығады. Ол нәрсе адамды жеркендіретін қалдық нәрселер жәннатқа кірген Алла тағаланың пендесінде болмайды. Амшатухумуз захаб. Шашын тарайтын тарақтары алтыннан болады. Тарақтары шашын тарайды. Демек, жәннатқа кірген пенделер, жәннатқа кірген Алла тағаланың құлдары шашын тарайды. Варашхухумул миск. Арашхухумул миск, яғни денесінен шыққан тері, ол әтір болып шығады дейді. Миск. Тер шыққанда адам негізінде мысалы үшін жаман иіс шығады. Бірақ жәннаттың тұрғындарына қатысты емес ол. Хош иісті ол. Ва маджамирухум ал-алуа азважухумул хурул айн. Сонымен бірге қорқорлары дейді, қорқорлары. Жаңағы ерігіп, қорқор не қылады дейді. Осы қорқорларының тұтамығы алойы шөбі болады. Сонымен тұтатады дейді. Былайша айтқанда сондай рахат өмір сүреді. Әйелдері олардың хур айн болады дейді, қорғыздары. Ахлақухум аля хулуқи ражулин вахидин аля сурати абихим Адама 60 зираан фис-сама. Және олардың мінездері барлық, ақылақтарының барлығы бір адамның сондай бір керемет көркем мінез адамның мінезі секілді болады. Әрқайсысы біреуі жаңағыдай жынды, біреуі мысалы үшін жаңағы момын, біреуі бұзық деген секілді әңгіме жоқ. Сонымен бірге олардың түрлері өздерінің несіне, аталары, өздерінің әкелері адамға ұқсайды дейді. Сонымен бірге ұзын болады. 60 кез болады. Хадисте келген бойынша. Сол хадистің жалғасы ретінде мына біреу хадис.
أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها. Ең бірінші кіретін топ жәннатқа. Ол жаңағы жүздері олардың толған айдай жарқырап тұрады. Олар ол жәннатқа кіргенде түкірмейді. Уәлә ямтахитун. Сонымен бірге мұрындарын сіңбірмейді. Уәлә ятағауатун әниятухум фиха зәхаб. Олар үлкен дәретке шықпайды. Жаңа хадис айтылған. Ыдыстары, жәннаттағы ыдыстары алтыннан болады. Алтын. Мұсылман адам үшін, яғни алтыннан ыдыс, күмістен ыдыс деген бұл дүниенің несі емес, ыдыс емес, ол жәннаттың ыдысы, ахиреттің ыдысы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұсылман адамның ыдысы, жаңағы ішетін, мысалы кесесі, басқасы алтыннан, күмістен болуына тыйым салды. Сосын хадисте айтады, кімде-кім бұл дүниеде ыдыстарын алтыннан, күмістен жасайтын болса, онда ол қияметте Алла тағаланың хұзурында алтыннан, күмістен ешқандай не қылмайды дейді, пайдаланбайды. Алтыннан, күмістен ыдысы болмайды оның. Амшатуху миназ-захаби вал-фидда. Хадисте тағы қосады, тарақтары олардың шашын тарайтын алтыннан және күмістен болады дейді. Алтын тарақ. Ва маджамирухумул алува. Яғни жаңағы қорқорларының тұтамығы, тұтататын несі жаңағы алойдан болады. Варашхухумул миск. Олардан денесінен шыққан тер миск, хош иісті әтір болады. Ликулли вахиди минхум заужатани юра муху суқихима мин вараил лахми минал хусн лахтилафа байнаху. Олардың әр қайсының несі? Екі әйелі болады. Ол әйелдердің дейді. Аяқтарының сүйегінің ортасында сүйектің майы бар ғой, кәдімгідей аяқты сыртынан қарағанда көрініп тұрады дейді. Соншалықты әдемі, соншалықты прозрачный көркем болғандығы несінен сүйектің ішіндегі майы сыртынан көрініп тұрады дейді. Керемет. Минал хусн, әдеміліктен ол нәрсе, қорқыншылықтан емес. Лахтилафа байнахум, ешқандай бір-бірімен таласу, бір-бірімен ренжісу деген жәннаттың тұрғындары болмайды. Сондықтан жәннаттың тұрғындары секілді болғымыз келсе, біз негізі бір-бірімізбен неғымыз ренжіспеуіміз керек. Уәлә табағуд. Бір-бірімен неғылмайды, жек көрмейді. Құлубухум қалбу вахидин юсаббихуна Аллаха букратан ва ашия. Жүректерінің барлығы бір адамның жүрегі секілді болады. Жүректердің арасында жаны жоқ, ешқандай айырмашылығы жоқ. Барлығы сондай бір өте жақсы, өте ізгі адамның, жәннаттың тұрғындарының жүректерінің барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өте жоғары сипаттаған сондай бір адамның жүрегі секілді болады. Олар таңертең кешке Алла тағалаға тәсбих айтады. Таңертең кешке Алла тағаланы ұлықтайды. Хадисте имам Ал-Бухари және имам Муслим риуаят еткен. Енді мына хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Хадисте Ал-Миқдам радиаллаху анху бізге жеткізеді. Ма мин ахадин ямуту сиқтан вала хариман ва иннама ан-насу фима байна залика илля буиса ибну 33 сана. Қандай да бір адам егер де дейді туылмай тұрып түсіп қалып қайтыс болатын болса дейді. Туылмай тұрып. Анасының құрсағынан туылмай тұрып түсіп қалды бала. Яғни түсікпен кетті бала. Әрине рух үрленгеннен. Немесе қартайып қайтыс болды біреу. Қалай қайтыс болды, солай қайтыс болсын дейді. Бірақ адамдардың барлығы жәннатқа кірген уақытта бұл ер кісілер үшін қанша жаста болады дейді? Алланың хұзурында 33 жастағы адам болып жәннатқа кіреді. 33 жастағы адам болып тіріледі. Демек 33 деген сондай бір жан-жақты бір орта жас, сондай бір кемел жас болып тұр. 33 жас. فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ كَانَ عَلَى مَسْحَةِ آدَمِ. Егер де ол дейді, жәннаттың тұрғындарынан болатын болса, жалпы Адам алейхиссаламның кейпіне келеді. وَسُورَةِ Юсуф. Юсуф пайғамбардың Юсуф алейхиссаламның көркемдігіне келеді, әдемілігіне келеді түрі дейді. وَقَلْبِ Айюб. Және жүректері Айюб алейхиссаламның жүрегі секілді болады.
барлығының. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَظُمُ وَفَخُمُ كَالْجِبَالِ. Енді бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жәннатқа қызықтырумен бірге сахабаларды және бізді тозақтан қорқытып жатыр, ескертіп кетіп жатыр. Ал бірақ ол дейді тозақтың тұрғындарынан тозаққа лайықты пенде болатын болса, онда ерекше дәу, епетейсіз болып кетеді. Өткенде бір интернеттен қарап қалдым, дүниедегі ең дәу адам, семіз адам 500 килограмм бір елде екен, Японияда ма 500 бір нәрсе килограмм. Анау адам бейшара қозғала алмайды. Сондай жағдай қиын және жиіркенішті, аяқ қол деген көрінбейді, май бір нәрсе бүйтіп асып кеткен, былайша айтқанда былжырап жатқан қамыр секілді. Яғни бұл нәрсе жиіркенішті нәрсе. Бұл нәрсе Алла тағаланың, оған енді Құдай сақтасын ондай болудан, бірақ бір сынақ, үлкен сынақ, ол азапта болуы мүмкін. Яғни тозақтың адамдары сондай епетейсіз дәу болып кетеді, тау секілді дейді. Хадисте имам Әл-Байхақи риуаят етеді.